Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кебатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Әлеуметтік желі арқылы жас қыздарды жезөкшелікке тартқан блогер ұсталды. Блогер 25 жаста. Ол ақшаға экскорт және де интим қызмет көрсетуге дайын келбетті қыздарды іздеп, бай клиенттерді тартумен айналысқан. Әлеуметтік желідегі парақшасында 129 мыңнан аса оқырманы бар. Парақшасындағы суреттерге қарасаңыз, үнемі саяхаттап демалып жүрген арулар. Ол қыздарға демеушілердің табуға, әлемді көруге және де өмірін жеңілдетуге уәде берген. Топқа кіру $300 құраған. Элитикалық жезөкшелердің қызмет құны бір сағаты үшін 500 мың теңгеден басталған. Көрсетілген жеңілтайлы қызметі үшін ол ақшаның 40%-ын өзіне алып отырған. Полиция мәліметінше өткен жылы күдікті 209 миллион теңге тапқан. Одан Lexus EC 250 және де Toyota Camry 70 жылжымайтын бүлік құжаттары 1,172 грамм мефедрон тәркіленді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.